Ал Асқар аға, мына арғындар, арғын руы жайлы қысқаша мәлімет беріп кетсеңіз. Енді арғын деп жүрміз, шындығына бұл Қазыбек бекерден бекер жазбайды ғой. Ол Арыс атамның алты баласын айтады ғой, алты баласы ауыздап кетеді, бесеу өрксе бермес алады дейді. Ол Майқы бидің өлеңі. Сонда жаңағы жанның ұлы ар мен құн дейді. Бай тартқызбас бізге зар мен төбірге түртпейді, одан болмас тұл мен құн дейді. Сол жанның ұлы ар мен құн деген екі адам болған. Ардың аусу қаз деген баласы болғанын айтады. Құнның масқат жылап деп. Енді осылар тарасып берейік. Мына авар деген ел бар. Бірінші құңғарды айтып берейік. Арғынды айтайық, құн дедік қой. Енді Құңғария дейтін ел. Ар мен құн со арғын болып кеткен кейін. Арғын, иә. Қазыбек айтады, бұлар 6 айдан асып Қытайдың жеріне кеткен, содан арғын аталды дейді. Әйтпесе екеуі екі ата дейді. Ари, Гуны деген осы арғын. Иә, сол Арис деп отырғаны тарихтағы арлар. Мына неміс, оңтүстік неміс. Тарих тереңде жатыр ғой. О, тереңде жатыр ғой. Бұл кісілер 2500-2600 жылдың арасында өмір сүрген адамдар ғой. Сонда құн мен ардың аттан Құңғар дейтін ел бар. Құңғария дейміз. Біз Венгрия дейміз. Құн ар деп тұр ғой. Құны бірінші тұрда ар тұр. Бірақ қазақтар оларды мажар дейді ғой. Мажар дейді. Мажар деген ру бар ғой. Сол түбінде Еділ бабаның орталығы сол жақта болған ғой. Жаңағы Құңғарияда. Еділ адан шын аты. Оны еуропалықтар Атилла деп кеткен. Оның Білядан деген інісі болған. Оны Біледа деп қойды. Ал шындығында сол құңғарлар арғындар. Содан кейін Арагон дейтін ел бар. Испанияда. Ол да Аргон деп тұр. Бургун дейтін ел бар. Францияның солтүстігінде Бургундық шампанский деген бар ата. Бургундия деген ба? Иә. Бур деген керейдің баласы түптің жанында тұр. Бұл енді құн мен ар. Енді ардың ау деген баласынан авар дейді оны. Авар болады. Біз Австрия дейміз, Аустрия дейді екен. Авар деген жаңағы нелер ғой? Дағыстандағы аварлар болар. Оның кейін Қазар деген екінші. Қаз деген баласы. Қазар деген ел бар. Қазір Ауғанстанда 2,5 миллион қазақ тұрады екен. Парсы болып кеткен. Иранда 2 миллиондай. Ол Украинада, Ресейде, Қаптауында, Әзербайжан құрамында да Қазар деген ел бар. Әзербайжан деп жазып берген. Сол ар деген ардың ұрпағы. Ардың қазы. Содан ардың ұрпағы, қазының ұрпағымыз Қазар аталған. Ал енді суар. Судың баласы, ардың баласы суар аталған шуаштар. Оны Бартолд жасады, сувар деп. Сувар деген ел ме, тайпа ма дейді. Шуаштар дейсіз ба? Суар болып жазылып, шуаш, орыстар шуаш дейді. Чуваш, иә. Шуаш деп жаңа кетіп қалған. А шындығында солар түрік, ардың су деген баласынан. Діндер қалай екен ол чуваштардың? Чуваштарды шоқындырып жіберген шығар. Христиан болып кеткен шығар деймін. Арғындардың... Бірақ олардың тілдері чуваштар қазақ қатты келеді екен. Бір мен бұл кісіні Стамбулда көрдім, бір қызын. Сендерде сұлу деген не десем, не деп айтады дейді. Бір нәрсе ару деп айтады деді сұлу дегенде. Ақ ару деп айтады деді ма? Ол қазақтарда да бар ғой дедім. Сен бізде сұлу деген ару деп айтады деді. Олардың тілдері жолған, көбісі орысша сөйлейді, өздерінің тілдерінің енді көп нәрселері қалмаған, бірақ ұлттық болмыстарында кішкене сақталған нелер бар енді. Ұрандары Ақжол ғой. Арғындардың Ақжол деген ол батыр болған ба? Ол батыр да болған, би де болған, арғынды билеген ғой. Кезінде мына Әбілқайыр ханның кезінде Ақжол би арғындарды билегенде Қара Қыпшақ қобыланды, Қыпшақтарды билеген. Екеуінің арасында бақталас болып, жаңа Әбілқайыр қобыландыны жақтағанда, қобыланды Ақжол биді өлтіріп қалған ғой. Сол оның үстіне Әбілқайыр енді жаңағы аталары шариғат жолын ұстаймыз деп, намаз оқып, кішкене қазақтың дәстүріне көрмедің қазақты аласың дейді ғой, Асан қайғы. Бір атаның баласын екіге бөліп барасың дейді. Өзің өсірмеген қауымды тұрсың босқа жарғалы дейді. Сонда бір атаның баласын екіге бөліп, қазақ, өзбек деген бір ел еді ғой. Әбілқайыр бөлді ғой сонда. Соның бөлінуінің себебі соған жаңағы Ақжол биді Қара Қыпшақ қобыланды өлтіріп қойды ғой. Жаңағы анау қарусыз болады, бұл кісі қарумен кеп, содан жаңағы Ақжол би өліп қалады да, соны Жәнібек пен Керей жаңағы қазақтың рулары құн төлеп қысастықпен өлтіреміз дейді ғой. Әбілқайыр айтады, онда құн аласыңдар дейді, келіспейді. Содан айланып келгенде қазақ пен өзбек болып бір ата қазақты мына Жәнібек пен Керей бөліп кетеді. Сонда арғындардың бәрі қазақтың жағына кетеді да, қыпшақтың өзі өзбектің жағына. Мына Қоқандағы өзбек жүрген бәрі қыпшақтар. Содан қазақ пен өзбек бөлінеді.
Ал енді бір ел болсақ не болар екен? Шалдар айтып отыр еді бұрынғыда. Қазақ өзбек болсақ бізге қалмақ түгілі орыстың тісі батпайтын еді ғой деп. Біріксе дейсіз ғой. Бір ел ғой, бір ел болған. Бір ел болсақ не болар еді деп. Енді өзбек не болды? Өзбектер сол кезде шариғаттың заңымен жаңағы ата дәстүрден Шыңғыс ханның жосуғынан кете бастады. Жөн жосық деген ата дәстүр ғой бұрынғы. Содан өзбек қазір енді ислам дінін қабылдады. Ұлттық болмыстан айырылды. Қазақтар оны зарт дейді содан кейін. Зарт деген тәжік. Тәжіктің заңына көшіп кетті ғой қазақша айтқанда. Қазақтар да ислам қабылдаған. Исламды қабылдағанымен, исламды қалай қабылдады қазақ? Қазақтың дәстүрінің бәрі ұлттық дәстүр ғой. Симбиоз болды ана, иә. Дәстүрмен жоқ, былайша айтқанда исламды қалай қабылдады, мен сізге айтайын. Намаз оқығандар болды, бірақ бәрі оқыған жоқ. Оның кейін исламды иман келтірді. Онда да оңтүстік жағының көбісі. Оның кейін намаз оқығандар болды, ораза ұстады, қажыға барды. Сонымен қазақтың исламшылығы тәмам болды. Ал мысалы исламда сен қазақтың 7-40 бермейді. Соны әмеңгерлік жолы исламда жетпек пісірмейді. Басқа елдер қазақтан басқа пісірмейді. Шырақ жақпайды. Шырақ жақпайды. Ол сол дәстүрдің бәрі баяғы Тәңірден деп жүр ғой енді. Домбыра тартпайды. Ол өлеңді айтқызбайды ғой. Қазір мақамшылар айтады. Домбыра өлең айтатын болсаң діннен шығасың. Билігі болмайды деп жүр ғой. Міне ақымақты. Әркім өзінікін қосты ғой. Ислам дініне не қалды? Ислам дінінің мына білім кітабы айтады. Біздің досымыз Мұхаммед пайғамбар дейді. Жер бетіне адамгершілікті дейді. Сүйіспеншілікті, махаббатты. Сондай көп жақсы қасиетті әкеліп еді. Әркім өзінікі қосып дейді. Исламнан ешнәрсе қалмады дейді. Баяғы пайғамбарлар әкелген діннен ешнәрсе қалмады дейді. Сондықтан біз сендерге осы білім кітабын беріп жатырмыз дейді. Негізгі пайғамбарлар адамгершілікті алып келді. Сүйіспеншілікті алып келді. Махаббатты алып келді. Еңбекқорлықты алып келді. Ал енді әркім өзінікі қосты. Қазір вахабизм деген не? Нағыз террорист қой ол. Жауыздық деген сөз ғой. Исламның есі де шықпайды ол жерден. Ал біздің бауырлар қазір соған кіріп алып, миша айылып жүр, өйткені ұлттық идеология жоқ. Қазақтың болмысы жоқ. Өйткені айтатын адам жоқ. Түптіғаңды оқымағанның кесірі осы. Түптіғаңды кезінде қарсы келмей оқытқанымызды да жұртқа. Талай жерге біз ана Сирияға барып соғыспайтын еді, біздің бауырлардың бәрі көже қазақша сайрап тұрар еді. Ағылшынға еліктемейтін еді, Европаға еліктемейтін еді. Қашпайтын еді ана қалтасын ақшаға толтырып алып. Ана билікке отырғызады, тонап ел тонап алады. Қайда барады ол? 2 метр жер бұйырады. Ол мына